Қазақстан мектептерінде 5 күндік оқу, 6 күндік жұмыс аптасымен Қазақстан мектептері жұмыс жасап жатыр. 5 күндік оқуда жалпы мұғалімнің жүктеме сағатының барлығы 5 күнге сыйғызылғандықтан, сенбі күні мұғалімдерге жұмыс күні болып саналмайды, және сонымен қатар мұғалімдерге жалақы тек қана жүктеме сағатына ғана төленеді. Яғни мұғалім жүктеме сағаттан артық айына бір рет директор жанындағы отырыста және сонымен қатар 90-на бір рет педкеңеске ғана келуге міндетті. Жалпы мұғалімдерге сенбі күні жұмыс күні емес, бірақ өкінішке орай Қазақстан мектептерінде көптеген мектеп директорлары мұғалімдерді сенбі күні жұмысқа келуге мәжбүрлейді, шақырады. Сенбі күні жұмысқа келу кім үшін қажет? Біз 6 күндік жұмыс аптасы деп неге айттық? 6 күндік жұмыс аптасы болғандықтан сенбі күні мектеп директорлар және директордың орынбасарлары жұмысқа келеді. Өйткені оларға жалақы күндік жалақы төленеді, әр күніне төленеді жалақы. Сол себепті олар сенбі күні жұмысқа келеді. Егер де біз бұл сенбі күнгі жұмыстан, яғни жалақы алмайтын жұмысқа мұғалімді мәжбүрлеп шақыру деген дұрыс емес мәселе. Яғни мұғалімнің жұмысы 5 күнде бітіп кетеді. Бірақ егер біз бұл сенбі күнгі жұмыстан қалай құтыламыз? Бір ғана жолмен не мектеп директорлары түсініп, заңды оқып, заңды біліп, заңды мойындап, мектеп директорлары сенбі күні мұғалімдерді жұмысқа шақырмау керек. Не болмаса, келесі оқу жылынан бастап, ұжым болып бірігіп, өтініш жазып, 5 күндік жұмыс аптасына өтуіміз қажет. Егер біз 5 күндік жұмыс аптасына өтсек, неден ұтамыз, неден ұтыламыз? Егер біз 5 күндік жұмыс аптасына өтсек, бізді сенбі күні ешкім жұмысқа шақыра алмайды. Ал тағы екінші бір мәселе, біздің кезекті еңбек демалысының жалақысы қазіргіге қарағанда жоғары болады, көп болады. Бұның бәрін есептеп, бәрін көрдік, зерттедік. Сондықтан, құрметті әріптестер, егер де сіздерге сенбі күні демалуларыңызға мүмкіндік бермесе, сенбі күні сабақ дайындауларыңызға мүмкіндік бермей жатса, онда келесі оқу жылынан бастап 5 күндік жұмыс аптасына өтуге тырысу керек. Яғни өтініш жазып, бірігіп сұрасаңыздар, 5 күндік жұмыс аптасына өтіп кете аласыздар.